Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге бұл видеода бешбармақты әзірлеуді көрсететін боламын. Қазақтың ұлттық тағамын дайындау рецептісін көрсетемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Және маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кеткендеріңізді күтемін. Рецепте мен сиырдың етін қолданамын. Ол үшін су құйып, етімізді саламыз. Және етімізді орташа отқа қойып, қайнағанын күтеміз. Етіміз қайнап болғаннан кейін барып көбігін аламыз. Етіміздің көбігін алып болғаннан кейін көз мөлшерімен тұзды салып, бір дана пияз, бір дана сәбіз, 4 дана картоп саламыз. Тамақтың қақпағын жауып, жай отқа 2,5 сағат пісіреміз. Енді сорпасын құйып, мен қамыр елеймін. Сорпасына бір дана жұмыртқаны салып, вилкамен араластырамын. Негізі қамырды мен сорпамен илегенді жақсы көрем. Қамыр өте дәмді және жұмсақ болып шығады. Кеңес беремін, осыны жасап, қолданып көріңіздер. Мені вилкамен болдық, енді қолмен кірісемін. Вилкамен илеп болғаннан кейін енді қолымызбен кірісеміз. Нанымыз, қамырымызды әдемілеп илейміз. Илеп болғаннан кейін иін қандыру үшін біз қамырды дөңгелетіп, қамыр тыну үшін 10 минутқа қойып қоямыз. Міне қамырымыз тынды. Енді қамырымызды 2 бөлікке бөліп, бір бөлігін алып домалақтатып, оны қойып, екінші бөлігін алып, оны да домалақтатып қоямыз. Енді қамырды алып, қамырымызды жая бастайық. Бірінші ұнымызды сеуіп, қамырымызға кірісейік. Қазір осындай қыс кезінде бешбармақ жасап, отбасыларымызбен жасап жеңіздер. Енді оқтауымызды алып, нанымызды шоқалап жая бастаймыз. Нанымызды жайып болғаннан дайын болып қалды. Нанымызды 2 бөлікке пышақпен бөліп, одан оны 4 бөлікке бөліп, содан кейін тағы да бөліктерге бөліп, бұл нандарды қойып қоямыз. Енді еті пісті. Етін қазаннан алып, алып болғаннан кейін бір сәбізін, одан кейін картоптарын алып қойып қоямыз. Енді осы етті тұрауға кірісеміз. Етімізді алып, 2 бөлікке бөліп, бір бөлігін алып, оны 2-ге бөліп, 4 бұрыштап еттерді тураймыз. Тағы да бір бөлігін алып, оны да 4 бұрыштап тураймыз. Еттерді 4 бұрыштап турап болғаннан кейін барып сәбізбен және картопқа кірісеміз. Ең бірінші сәбізді аламыз. Сәбізді алып, оны домалақтап тураймыз. Оны салып, дәл сәбіз сияқты картопты алып, дәл сәбіз сияқты домалақтап турап шығамыз да қойып қоямыз. Енді етіміз, картопымыз, сәбізіміз дайын. Картопымыз бәрі дайын тұр. Енді қамырымызға кірісейік. Қайнаған сорпаға қамырымыздарды салып, оның жабыспау үшін араластырып қоямыз. Қамырымызды салып пісіреміз.
бешбармақ өте дәмді болды. Сіздер де жасауларыңызға кеңес беремін. Және маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кеткендеріңізді күтемін. Баршаларыңызға ас болсын. Міне менің тамағым осы.